Сәлем бердім, қалайсыздар? Мен Қоңыраттың келіні. Таңертеңнен кір жууға кірістім. Үйде кір машинамыз бар, автомат. Сода жуа салайын десем, енем шыға келді. Міне кір сабынмен жуа бер. Жас балдардың киіміні кір сабынмен жуу керек. Сонда аллергия болмайды. Біз баяғыда 2 рет жуып, 2 рет шаятынбыз. Кір сабын киімнің кірін де жақсы алады. Ерінбей қолыңды жуа бер. Свет эконом болады, порошок эконом болады. Айтқанымды қылсаң кем болмайсың деген екен. Мейлі, үлкеннің айтқанында бір жан бар шығар деп, хоп деп кірімді жуа бердім. Мен ауылдан қалаға келін болғамын. Ауылда менің мамамның мамасы бар, 80 жасқа келіп қалды. Сол 10 баланы туған. Әліге дейін кір сабымен ауыр көрпе төсек болады ма, түрлі киімдер, детский киімдер, барлық киімді қолымен жуатын. 2 рет жуып, 2 рет шаяды әліге дейін. Үйінде кір машина жоқ, полуавтомат та жоқ, автомат та жоқ, өзі жуып, өзі шайып, әліге дейін күш қуаты бар, өмір ұзақ болсын. Шешем айтады, біз кір жусақ бір күніміз өтетін еді, азаннан кешке дейін кір жуатын едік дейді. Ол кезде бала-шаға көп болған, киім де көп болған. Әзір сендерге рахат, киімді саласыңдар, аласыңдар, соның өзіне ерінесіңдер ғой дейді. Шынымен де біз көп налиды екенбіз ғой негізі өмірімізден. Сол киім де кір машинаға салынбай сасып жатады ғой негізі, соған да ерінеміз ғой. Сол үшін шүкіршілік ете берейік. Бұдан алдыңғы видеомда полуфабрикат жасаған едім. Кіріп көріп үйренсеңіздер болады. Лайк басып, комментариялар жазып қойыңыздар. Ертең де күшті полуфабрикат қоятын боламын. Мені поддержка етіп тұрыңыздар. Пока-пока.